дұрыс айтасыңдар. Қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінен кейін қандай мезгіл келеді? Көктем мезгілі, дұрыс айтасың. Ал көктем мезгілінде біздерде қандай мерекелер болады? Аналардың, қыздардың мерекесі, сосын иә, дұрыс айтасың, Жантілек. Наурыз мерекесі ұлыстың ұлы күні болады екен. Балалар, осы ойындары бізге ежелден атадан батаға келе жатырған ойындар екен. Қазақтың ұлттық ойындары біздің денемізді ептілікке, шапшаңдылыққа, ойлау қабілетімізді дамытуға әсер етеді екен. Ал балалар, қазақтың ұлттық ойындарын сендер білесіңдер ме? Қандай ойындар бар? Асық ату сосын, қол күрес сосын, арқан тартыс, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, осы қазақтың ұлттық ойындарының ішінде қанталапай ойыны бар екен. Ол қандай ойын? Қанталапай қандай ойын? Асық ату ойыны, дұрыс айтасың, Жантілек, асық ату ойыны екен. Балалар, менің қоржынымда көптеген асықтар бар. Мен осы асықтарды қазір сіздердің алдарыңызға шашамын. Осы асықтың ішінде ерекше асық, қызыл түсті асық бар. Бұл асықты біз хан асығы дейміз. Осы асық кімнің қолына түседі, сол қанталапай ойынын бастайды. Түсіндік па? Талапай-ау талапай, талабынды ойын алақай. Ал балалар, хан асығы кімге түсті? Сүлейманға түсті. Өте жақсы. Ендеше ойынды кім бастайды? Сүлейман бастайды. Сүлейман асығын ата алмады. Мен ендеше сіздерге балалар сұрақ қояйын. Балалар, қазақтың төрт түлігі қалай аталады? Төрт түлік малымыз. Қой, жылқы, түйе, дұрыс айтасың. Ең бірінші сұраққа жауап берген Жантілек екен. Жантілек асықты алып ата болды. Жантілектің асығы түймей қалды. Енді мен тағы да сұрақ қояйын. Балалар, ұлыстың ұлы күнінде қандай ойындар ойнатылады? Арқан тарту, қол күрес, дұрыс айтасыңдар. Бірінші сұраққа жауап берген кім? Ілияс екен. Ілияс асықты алып ата болды. Қоржынымызда асықты алып санайды. Кім асықты көп атты екен? Санап шығайын, нешеу екен? Ілияста біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Жантілекте екеу екен. Сардарда екеу. Нұрсерікте біреу. Әділханда үшеу. Сүлейманда екеу, Алнұрда екеу. Балалар, бүгін жеңіске кім жетті? Ілиястың асығы нешеу болды? Жетеу болды, дұрыс айтасыңдар балалар.